Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Сәлем, менің сүйікті достарым. Сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен лимон қосылған пирог жасайтын боламыз. Ол үшін біз 2 жұмыртқаның үстіне қант қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Неғұрлым көп араластырсаңыздар, соғұрлым әдемі болып шығады. Енді біз оның үстіне сүт, сұйық май, лимонның цедрасы және лимонның соғын қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Миксермен араластырудың керегі жоқ. Мінекей араластырып алдық. Енді біз ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды қосып, аз-аздан ұнымызды осылай қоса отырып, пирогтың қамырын жасап аламыз. Мінекей достар, мен бәрін араластырып алдым. Енді біз оны мынандай формамызға құямыз. Мен оның астын майлап алдым, ал диаметрі 24 сантиметр. Енді біз бұны 180 градуста қызып тұрған пеште 45-50 минут пісіретін боламыз. Сонымен достар, біздің пирогымыз дайын. Дәмі деген күшті, үлпілдек, ауызда ериді. Мінекей қалай көтерілгенін қараңыздаршы. Ал лимонның иісі деген аңқып тұр. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Және де қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Сол кезде менің видеомды ылғи да бірінші көретін боласыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.